Әлекең білген. Көш бастаушы ретінде білген. Әлекең ұятай деген бір сөзі бар, сонда мынадай ойды айтады. Шырағым Ахмет, шырағым Мир Яқуб. Сендердің таңдаған жолдарың абақты жол дейді. Азапты жол дейді. Бірақ бір нәрсені түсініңдер дейді. Баяғыда доңыз бен аққу дос болыпты дейді. Сонда бір күні доңыз аққуды балтырдан алып, әй аққу, сен күн бар дейсің, күн бар дейсің, сол күнді мен неғып көрмеймін депті. Сонда аққу тіл қатқан екен дейді. Әй доңыз, сені Алла төмен қаратып жаратқан. Сондықтан сен аспанда күнді көре алмайсың депті. Осы ойды айта кеп, Әлекең мынадай қорытынды жасайды, тұжырым жасайды. Шырағым Ахмет, Мир Яқуб, сендерді алда әлі күнді көре білетін ұрпақ келеді. Сол күнді көретін ұрпақ сендерді еске алатын болады. Үлкен ризашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады. Балтырды доңызға беріңдер дейді. Өкінбеңдер дейді. Мынау жолға түскендерге, күрес жолына түскендерге өкінбеңдер дейді. Алаш қонған ақ бози, бос қалды ма? Жетім жесір қасында дос қалды ма? Өкінбейін десем де өзегім барам, өтіп кетті-ау дүние-ай қасқанымда. Ай, әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жауды ұстап бердің бе. Итшеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әлегі. Игигай, 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 игигай. Қалып барады артында балапаным, аямасын ағайын алақаным. Кебін емес кемеде киіп барамын, қош есен бол Ақтоғай алатауым. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жауды ұстап бердің бе.
Біз бүгінде Алаш Мұраз қазақ халқына не берді дегенді айтатын болсақ, Қазақстан дәл бүгінгі өзінің даму деңгейінде сол идеяларға, алаш қайраткерлерінің сол бізге қалдырған мұраларына қарыздар.